Армысыздар қымбатты біздің тыңдармандарымыз. Бүгінгі ертегі әлемі айдары бағдарламасынан тыңдайтын ертегілеріңіз Қара жігіт деп аталады. Ерте заманда бір елдің патшалығын Темір мырза деген ұлы хан билейді екен. Бұл бай жақсы, рахымды адам болмапты. Күнде күркіреп халыққа атағы жайылыпты. Ханның қазынасында неше түрлі асыл тастар, ою өрнек салған ыдыстар бар екен. Дүниеде мұнан бай адам болмапты. Барша халық мұның байлығына таң қалып, сәлем беруге келіп жүреді екен. Бұл ханның бір қымбатты дүниесі болыпты. Ол қымбат дүние оның Зайра деген қызы екен. Мұның сұлулығы ешбір адамда жоқ екен. Оның шашына бір қабатта желдің самалы тимеген, қара көздеріне бір қабатта күннің сәулесі түспеген екен. Зайра кешке жақын бағының ішіне барып, гүлдің жақсы иісімен демін алып, рахаттануға серуенге шыққанда гүлдер иіліп сәлемдескендей бүгілетін еді. Оның жүзінің қасында ай жүзі бұлтпен жабылғандай еді. Неше бекзат жігіттер ғашық болып, қара нәркес көздеріне көзі түскенде дәті кетіп, жанын пида қылар еді. Бірақ қанша бірде-бірін қош көріп қаламаушы еді. Ешкім батыл ханшаның маңайына барып, сені аламын деп айта алмайды екен. Барша халықтар мұның қол астына қараған бұқарасы еді. Оның бер жағында ханшаның өзі де күйеуге тиемін деп ойламайды екен. Ата-анасының қолында тұрғанын қуаныш етуші еді. Бұл туралы мырза Темір ханның да ойына келген емес еді. Мұнымен біраз заман өтіпті. Жыл сайын халық жиналып, тамаша той қылады екен. Той болады деген күні халық ертеңмен жиылысып қуанып жүреді. Мешіттегі молдалар хан мен ханша қыздың қайырлы дәурен сүруіне дұға қылады. Хан өзі тұрған шаһарда той күні халықты шақырып ойын ойнатты. Ат шаптырып бәйге болды. Балуан күрестіріп, жігіттер өзінің өнерлерін көрсетіп, тамаша қылды. Бұл тамашаға хан мен ханша қыз өздері келіп қарап тұрды. Кімде-кім батырлығын көрсетсе, ол адамға батыр деген жазуы бар тостаған беріп тұрды. Өнер көрсетіп тұрғандардың ішінде бір жігіттің өнері асты. Бұл жігітке ханшаның көзі түсті. Бұл жігіт өзі сұлу, өзі сымбатты, қара арғымақ мініп секіртіп, асылдан соққан қару-жарағын жарқылдатып асынған еді. Атын бәйгеге қосқанда алдымен келген еді. Мылтық атқанда, найзаласқанда бәрінен өнерін асырған еді. Неше тосқауылдан атты тоқтатпастан секіріп өтіп кеткен еді. Ешбір жігіт мұны қуалап жете алмаған еді. Перизат қыз бұл жігіттен көзін айырмай қарап тұрыпты. Ғашық оты жүрегіне байланып, өмірім бойынша осындық болсам депті. Бұл батыр жігіт ханшаның қолынан бәйгеге тіккен сыйлықты алғалы жақындап келгенде, Зайра оған алтын тостағанды бергелі ұсынғанда, буыны құрып түсіріп ала жаздапты. Тамаша біткен соң халық сұрапты. Бұл батыр жігіт кім деп? Оның кім екенін ешкім біле алмайды. Және оның қайда жоқ болып кеткенін, және ешкім көрсетіп айта алмайды. Мұнан соң халық оның атын Қара жігіт деп атапты. Ол жігіт жым-жырт болып кетіпті. Сонда да жігіт хан қызының көңілінен кетпей, жүрегі оттай күйіп жанып күндіз түні ойлай беріпті. Бұл жігіт хан қызының түнде түсінен шықпай, күндіз елестеп тұратын болыпты. Күннен күнге ғашық болып түс көрген сайын шерлі бола беріпті. Күндердің бір күнде бір ханнан жаушы келеді. Зайраны ханның баласына айттырады. Хан қызына даяр бол, күйеуге беретін болдым дейді. Қыз қара жігітті ұмытпаған еді. Сондықтан күйеуге баруға көңілі жоқ. Әлі де болса жүрегімнің қуанышы, ғашығым менің келіп алып кетер деп күдерін үзбеген еді. Бұдан соң Зайра амал ойлайды. Неке қиятын күн ұзаққа созбақшы болады. Сол себепті ханша ханның баласына сөз салдырды. Егер мені алам десе, теңіздің жағасына бір биік мұнара тұрғызсын деп. Ханның баласы бұл айтқанына ықтияр болып, мұнараны неше жылдай тұрғызыпты. Ханның баласы мұнараны тұрғызып болған соң, Темір мырза ханға келіп,
қызыңды бер деп қадалап сұрай бастапты. Қанның елі жиылып келіп той жасап, Зайра Қанның баласына тимекші болыпты. Содан кейін жастар сауық құрып, теңіздің жағасына барады. Зайра мұнараның басына шығады да, менің сүйген ғашығым, қара жігіт қош аман бол деп күлімсіреп тұрып, мұнараның басынан теңізге күмп етіп түсіп кеткен екен дейді. Бүгінгі ертегіміз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлематта болыңыздар.